Ё-моё, мен ауылға деген әрең дегенде жеттім ғой, мәссаған. Ауылға әрең дегенде келдім ғой. Мен ауыл неме дедім, туалет пе? үй ма, неғып есім жоқ. Төрт маяқ деген бар. Немесе бір. Жарайды, айтпақшы мен осы ауылға көшіп келген едім, өйткені дейтін менің үйім, яғни біздің үйіміз қожайынның үйі жарып кеткен болатын. Сондықтан мен ауылға көшіп келуді көздедім. Одан кейін мен телефонның алдында жарылайын деп жатқан алдында тез құрылысшыларға звондап, мен жаңадан ауылға көшетінімді айтып, мен танымадым, мен үлкен адам болып сөйлестім да, үй салуды тапсырдым, ақшаны онлайн түрде аударып жіберді. Және олар салып қойған болу керек. Енді осы ауылда салған болу керек. Енді мен соны көрмекшімін. Айтпақшы, мен өзіме мынандай жерден сол үйден кубок алып кеттім. Және де енді мынауға мен айтып жүрген үйім, мәссаған, мана айтып қойған едім, мынандай қызыл кілем төсеп қойыңдар деп, мәссаған, көрейікші. Есігін ашып дайын деп қойып кетті, мәссаған. Мына мен жатын бөлмем, мына туалет па, мына кәдімгі үлкен холл ма қандай сондай бөлме. Мәссаған, менің үйімді дейтін, мен өзім айтқандай керемет түстермен салып тастапты ғой, мына астын ақ, сары, таза ірімшіктің түсі ғой мынау дейтін, мынау дейтін керемет ғой, айтамадым мен мынаны, алтына бақшам бар екен, күшті ғой мынау. Айтпақшы достар, енді мен осы ауылда блог жүргізетін боламын. Енді мен блог түсіремін деп шештім. Енді мына жерде осы ауылды енді мен бүкіл қызықты осы ауылдан көретін боламын. Бізде кеш батып отыр. Айтпақшы, мына үйге негізі бізге дейтін заттар қою керек енді. Білмеймін әзірге. Жатын бөлмесін ба салатын шығармын. Енді істеу керек енді. Так. Айтпақшы достар, мен дейтін алдыңғы бөлімдерде мен өзімнің керемет подписчиктерім бар. Үнемі белсенді болып отыратын, лайк басатын, комментарий жазатын, жалпылама мені қолдайтын, мені жақсы көретін барлық подписчиктерді мен подписчиктер, яғни оқырмандар тақтасына, сонымен мен бүкіл оқырмандарымды, енді сүйікті оқырмандарым бәрін подписчиктер тақтасына, яғни оқырмандар тақтасына ілем деп шештім достар. Енді бізде мына бізде түн болып отыр, не деген кәсе. Жарайды, айтпақшы мен ұша аламын. Керемет екен негізі ауыл дейтін. Енді біз бастайық. Мен подписчиктер тақтасы мына жерден мен алмазный блокпен және наяқтан табличканы іздеп табличкаға жазатын боламыз. Мен енді өзім подписчиктерім жақсы көргендіктен осындай қымбат алмаз блоктармен жасайтын боламыз. Кете шошқа. Енді бүйтіп саламыз, бүйтеміз. Неріма тиме. Бүйтіп. Енді осы подписчиктер тақтасын толтырып беріп достар, енді бүйтіп жазамыз. Ойбай, толтырамыз деген ғой, жазамыз ма. Енді білмеймін, осы ауылға енді Том дейтін келмейтін шығар деп ойлаймын. Әйтпесе келсе енді ол білмеймін енді. Тағы да мына үйімді жарып, бірақ ол кезде мен үйімді жарса бар ғой. Мен айтпады демеңдер, мен оңдан өлтіріп тастаймын сол сәт. Біліп жүріңдер достар. Есіме саласыңдар, егерде Том келетін болса, мен үйім жарып жүретін болса, не істейтінімді. Мен енді жарайды, мына жерден бастайық. Осы жерден бастайық. Менің ең жиі көретін подписчигім бұл Боташ 12 дейтін подписчик екен. Так, бүйтіп жазамыз. Боташ 12. Демізде оны топ деп жазып қойшы. Топ деп. Ойдай. Осылай жазып қоямыз. Міне Боташ, егер видеоны көріп отырсаң, сен таза топ, мықты, сонда керемет подписчиксің, біліп жүрсің бе? Енді келесізде блогер 489 дейді. Так, блогер 489. Бұл да керемет подписчик ме? Одан кейін бізде Асхат Құлсейітов дейді. Асхат Құлсейітов жаза салады. Асхат Құлсейітов. Бұл да керемет подписчик. Одан кейін бізде Азик дейді. Азик деген бала.
ой Азик деген бала мына подписчиктің бәрі тұрып қояйын да не дегенмен айтпақшы мына екеуіне шатасып кеттім. Біреуі блогер 489 деген, біреуі осы жерде Асхат деді, Азик деді, ұмытып кеттім. Жарайды, ештеңе етпес. Тұрса тұра берсін, басты барлығы дейтін керемет подписчиктер. Сондықтан егер де достар сендер де осындай подписчиктер тақтасына ілінгілерің келсе, онда комментарийді көп жазсаңдар толтырып лайктарды пытыр лақтырып бүйтіп басып одан кейін мені таратып видеоларын тіркеліп достарыңа жіберіңдер, класстарыңа жіберіңдер. В общем, бәріне толтырып тастаңдаршы. Кейін алдағы уақытта осы подписчиктер тақтасынан мен білмеймін, бір сыйлықтар беремін ба, білмеймін, бір қызықты бірдеңе ұйымдастырамын деп жүрсе, мүмкін болса сендермен бірге Майнкрафт ойнауды бір жоспарлап отырмын достар. Енді осымен подписчиктер тақтасы әзірге осы. Ең белсенді деген осы подписчиктер болып тұр енді. Так, мына жерден бір жандырайықшы мұны. Қойып, не бар неқті? Бүйтіп жандырып қойсақ. Мен подписчиктерім жанып тұрсын да. Охо. Міне, менің подписчиктерім енді осылай жанып тұратын болады. Азик, Асхат, блогер 489 және Боташ 12. Енді осындай подписчиктер тақтасына ілінгілерің келсе, әрине айтыңдар. Так, мен алтын кубокты мына жерге қоя салайын. Жоқ, мә кішірек болды ғой, жоқ, кешіктемен қойшы бұны. Так, қаға қойсам бұл. Айтпақшы, мен осы кубокты мен қоя салайшы. Алтын Боташқа қойшы деп, Боташ деген жаман көп комментарий жазып, прям жақсы, еще мені жақсы көрем деп бірейкейін. Маған күшті ғой, мен жақсы көрем десе Джерри деп, енді бірақ кім жақсы көрем дейсіңдер, Джерри бекті. Енді бәрі жақсы көріп деп ойлаймын, енді дұрыс па Боташ, енді жақсы көріп десең, келсең енді лайк басып кет, комментарий жазып кет, мен мына жерге шамдар қоя салайын, бүйтіп. Білмеймін, әзірге түн енді, осы жерге бір ұйықтау керек, мен бірінші шамдарды қойып алайын мен. Маған кішкентай үйде болатын еді, бірақ енді дәу болып салыңдар деп айтты мен. Мен білмей керек қой, мен шан екенін әттесі білсе дейтін, мен дейтін құлып шығады ғой дұрыс па. Мен арғай өзім ремонт жасаймын, мен бірінші неқа төсек салып алайын, мен төсекті. Мен әдемі бір төсек іздегім деп жатыр, өзіме ұнайтын бір керемет бар. Төсекке жатып алайын ба, ішім етпей. Кредит деген мен сатып алғам, айтпақшы достар. Бұнда қожайын ақшасын алып, енді бұның да бір күннен кейін күші бітеді екен, сондықтан осын пайдаланып қалу қажет. Бүйтіп қоя салайық. Әдемі төсекке жататын болдым. Енді міне менің табиғатым, менің үйім алды. Енді осыны мына жақта атанып тұрамын да, сәбіз жей салам, су іше салам. Енді бұның суын ішмеймін енді. Жалпылама мына жақта шомыламын деген сияқты. Мына шошқа келе берді ғой, кете шошқа. Жемен. Не деген асқан, айды қара. Күшті. Короче, осылай мен бүгінгі видеомда, яғни блогымды аяқтайтын сияқтымыз. Сендермен бірге болған мен блогер Джерри, арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Ал, давайте.